Астана қаласы бойынша қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті электрондық тұтыну жүйелері, вейптер, хош иістендіргіштер мен оларға арналған сұйықтықтардың заңсыз айналымын жүргізген ірі көтерме желінің қызметін тоқтатты. Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне телеграм мессенджері мен курьерлік жеткізу арқылы таратылған. Жедел іздестіру шаралары нәтижесінде 5 қойма анықталды. Тінту барысында 490 мыңнан астам вейп тәркіленді. Олардың сатылымнан түсетін кіріс 6 миллиард теңгеден асуы мүмкін еді. Бұдан бөлек күдіктілер қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыру схемасын ұйымдастырған. Олар ірі сомаларда қолма-қол ақшаға айналдыру және қылмыстық жолмен келген ақшаның ізін жасыру мақсатында банктік карталар өз атына рәсімделген адамдарды, яғни дроперлерді пайдаланған. Қылмыстық табыстың бір бөлігі шетелден кофе жеткізуге арналған мәмілелерге жұмсалған. Жалпы сомасы 92 миллион теңгеден асады. Сот санкциясымен тыйым салынған өнімдерді тасымалдау үшін пайдаланылған автокөлікке тыйым салынды. Заңсыз бизнестің ұйымдастырушыларына іздеу жарияланып, олар қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасымен іздестірілуде. Тергеу жалғасуда. Қазақстан Республикасы қылмыстық процессуалдық кодексінің 201 бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.